Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Бүгін сіздермен бірге әдеттегідей Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музейі қорығының қор сақтаушысы Айдарбекұлы Төремұрат. Бүгін сіздерге қазақ тарихында рөлі маңызды өте зор, бес қарудың бір құрамына кіретін қылыш туралы айтатын боламыз. Яғни семсер, қылыш, қарудың бір түрі. Қылыш ат үстіндегі ұрыста пайдалануға жеңіл әрі кесіпсіз қарудың бірі саналған. 8-ші ғасырларда қылыш бір жүзді қайқы болып келді. Ал 10-ші ғасырларда көне түркілердің арқасында қылыш батыс Еуропаға кейіннен тарады. Кейін қылыш 20-ші ғасырға дейін ат әскердің басты құралы болып келді. Қазақта қылыш 5 қарудың құрамына кіреді. Қазақ қылыштары алдаспан, наркескен, сұлпақыр, шатаған, қайқы және тағы да басқалар түрлері болады. Ат әскердің жойылуына байланысты қылышты тек қазіргі таңда салтанатты рәсімдерде қолданылады. Семсерлесу немістің фехтен төбелес, ұрыс деген мағынаны білдіреді. Адам өмірі дамығаннан кейін семсерлесу Олимпиада ойындарының құрамына енгізілген болсын. Ең алғаш рет 1896 жылы Грекияның астанасы Афина қаласында өткен жазғы Олимпиада ойындарында ең алғаш семсерлесу сайысқа енгізілді. Ал кейін 1924 жылы Францияның астанасы Париж қаласында болған әйелдер арасындағы жарыста енгізілген еді. Яғни әйелдер сол жылдан бастап сайысқа түсті. Семсерлесудің басты мақсаты екі спортшы бір-біріне берілген семсер, яғни уколдарды тигізіп қана емес, сол уколдан қолдану мақсаты да жақсы пайдаланылады. Және де семсерлесудегі төрешілердің орны орасан зор, яғни маңызы өте көп. Өйткені төрешілер екі спортшының бір-біріне соғылған уколдармен қоса олардан қорғану әдістерінде есепке алады. Семсерлесудің өте танымал спортшыларына келетін болсақ, біріншісі италиялық Эдуардо Маджероди болса, екіншісі венгриялық Алада Гиревич. Бұл екеуінің Олимпиадада және тағы да басқа жарыстардан ұтқан медальдары өте көп. Жауынгерлік семсерлесу. Бұл жауынгерлік қырлы қаруларды иелену өнері. Қылыш, қайқы қылыш, рапир, қанжар, пышақ, балта. Ежелгі Грецияда семсерлесу азаматтардың балалар үшін өте кішкентай кезден, яғни 5 пен 11 жас аралығында негізгі пәндердің бірі болды. Олар ежелгі Римдегі легионерлерге де, гладиаторларға да семсерлесуді үйретті. Орта ғасырларда семсер шеберлігі дворян рыцарьлар оқу бағдарламасының негізгі пәндерінің бірі болды. Бізге жеткен бірінші семсерлесу туралы оқулық Фетбухтан келген мұнара, яғни 13-ші ғасырға жатады. Яғни 15-ші ғасырда пайда болған қылыштан 2 ғасыр бұрын жазылған. Спорттық рапираның жалпы ұзындығы 110 см 500 граммға дейін, қол саусақтары диаметрі 12 см дөңгелектен кетпейтіндей қорғалған. Қылыштың ұзындығы 105 см, салмағы 500 граммға дейін, қолдың басын иілгіш болат, жүзінен трапеция тәрізді айналмалы көлденең қима қорғайды. Семсердің жалпы ұзындығы 110 см, салмағы 700 граммға дейін, иілгіш болат жүзді шынышқалы қару, қолдың саусақтары диаметрі 13,15 см дейін тік бұрышты қимадан кетпейтіндей қорғалған. Жекпе-жекте рапираның кездесуіне ғана тигізуге рұқсат береді. Семсерлесуде дененің барлық бөлігіне тигізуге болады. Тек маска мен қорғалмаған артқы жағынан басқа қылыштасуда дененің белінен жоғарғы бөлшектерінің бәріне тигізуге болады. Жекпе-жек ұзындығы 14 метр, ені 1,8 немесе 2 метр семсерлесуге арналған орында өтеді. Жалпы олимпиадалық жарыста спортшылар жеңіл қорғаныш кеудешелер, металл тәрізді мата жамылып, металл торлы бетперде, қарауға арналған қолға киіп шығады. Қазіргі таңда семсерлесудің түрлері өте көп. Айта кететін болсақ, жауынгерлік, параолимпиадалық, сахналық, спорттық және әртістік. Жауынгерлік бұл арнайы ұрыстың белгісі. Сахналық және әртістік бұл екеуінің мақсаты білді. Яғни көрерменге арналған арнайы қойылым. Параолимпиадалық зағип жандарға арналған коляскадегі семсерлесу. Ал спорттық, ол кейіннен қазіргі таңда жақсы тараған, өте танымал Олимпиада ойындарында және де өзге де спорт ойындарында қолданатын семсерлесу. Олимпиададағы семсерлесуге берілетін командаларға келетін болсақ, олар ангард спортшылардың ұрыс алаңына шақыруы, этупре спортшылардың ұрысқа дайындалуы, але ұрыстың басталғанының белгісі, аль ұрыстың тоқтатылғанының белгісі, агош оң жақтағы спортшыға ұпайдың саналуы, адруа сол жақтағы спортшыға ұпайдың саналғаны, паконте ешкімге ұпайға берілмегенін айтылады. 2020 жылы Токио қаласында өткен жазғы Олимпиада ойындарының жүлдегерлеріне келетін болсақ,
шпагадан франциялық Рамен Конен, командалық шпагадан Жапония ұлттық құрамасы, рапирадан гонконгтық Эдгар Чен, сабля яғни қылыштасудан венгриялық Арын Селади, ал командалық қылыштасудан Корея ұлттық құрамасы алтын медаль алса, әйелдер арасынан шпагадан қытайлық Сун Ивен, рапирадан американдық Ли Кифер, ал сабля яғни қылыштасудан ресейлік София Познякова алтын жүлдегерлерін алған еді. 2020 жылы жазғы Олимпиада ойындарының Токио қаласында болған жарыста жерлесіміз Руслан Құрбановтың жолы болмады. Бірақ Қазақстанның өте танымал және бетке ұстар спортшымыз ТМД және Азия елдерінде өте танымал Эльмир Элдарұлы Әлімжанов. 2006 жылы Кореяның Тхебек және 2013 жылы Қытайдың Бейжің қаласында өткен семсерлесуден алтын медаль жүлдегері. Ал қазіргі таңда Сарайшық музей қорығында 17 ғасырлық музейге сыйға тартылған қылышымыз бар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау саламатта болыңыздар. Келесі жүздескенше спортпен айналысыңыздар, спорт денсаулық кепіл.